Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі 2-ші сынып. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз анардың пайдасы бар ма? Сабақтың мақсаты: жаңа сөздермен танысайық. Пайдалы, полезный, салқын, прохладный, салқын. Жылы, теплый, пайдалы, салқын. Анар шырыны пайдалы, мынау анар. Анардың шырыны пайдалы. Шырын салқын, шырын жылы. Оқимыз: анар шырыны пайдалы, шырын салқын, шырын жылы. Жақсы, тыңдалым, оқылым тапсырмасына кезек берейік. Анар шырыны пайдалы, шырын салқын. Қызанақ шырыны пайдалы. Қызанақ шырыны дегеніміз қандай шырын екен? Қызанақ, как переводится? Помидор. Дұрыс, жақсы. Сәбіз шырыны пайдалы, шырын жылы. Салқын, прохладный, жылы, теплый. Апельсин шырыны пайдалы. Пайдалы дегеніміз қалай болды? Полезный. Жақсы. Запоминаем новые слова: салқын, пайдалы және жылы. Балалар не істеп отыр? Что делают дети? Балалар қызанақ шырынын ішіп отыр. Анар шырынын ішіп отыр. Апельсин және сәбіз шырынын ішіп отыр. Енді өзіміз оқимыз. Теперь прочитаем. Запоминаем новые слова. Айтылым тапсырмасы: сұраққа жауап бер. Задание по говорению. Ответь на вопросы. Алма шырыны пайдалы ма? Я. Алма шырыны пайдалы. Алма шырыны қандай? Алма шырыны қандай болады екен? Алма шырыны тәтті болады. Тәтті. Сәбіз шырыны қандай? Мынау сәбіз шырыны. Сәбіз шырыны пайдалы, тәтті. Жақсы. Сұрақтарға дұрыс жауап бердік. Оқылым тапсырмасы: бұл шырын. Бұл алма шырыны. Алма шырыны тәтті. Тәтті қалай аударылады? Тәтті алма. Сладкий. Анар шырыны дәмді. Дәмді, вкусный. Дәмді, тәтті, дәмді. Шырын салқын. Сәбіз шырыны пайдалы, полезный. Тәтті, дәмді, вкусный және пайдалы. Еске сақтап алайымыз. Мәтінді оқимыз. Прочитаем текст. Өзіңді тексер, проверь себя. Алма шырыны қандай? Алма шырыны тәтті болады. Қандай шырын дәмді? Анар шырыны дәмді. Қандай шырын пайдалы? Сәбіз шырыны пайдалы. Өзімізді тексерейік. Отвечаем на вопросы и проверяем себя. Жазылым тапсырмасы: суретке қарап сұраққа жауап бер. Бұл қандай шырын? Отвечаем на вопросы. Бұл қандай шырын? Оны жазамыз. Бұл қандай шырын? Алма шырыны. Алма шырыны қандай екен? Алма шырыны тәтті. Образец: бұл алма шырыны. Алма шырыны тәтті. Келесі кезекте: бұл қандай шырын? Соны балалар жазып шығамыз. Шырындардың қандай екендігін.
Есте сақта. Запомните. Шырын пайдалы. Біз бүгін пайдалы деген сөзбен таныстық, я? Полезный. Бұл салқын шырын. Салқын дегеніміз қандай? Прохладный. Бұл жылы шырын. Есте сақта, запомните. Осы сөздерді бізге сақтап алайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.